Математика 3 сынып 69 сабақ. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Күнделікті жаңа сабақтар салынып отыратын болады. Бүгін біздер 69 сабаққа тоқталамыз. Есептерді шығарып, мәндерін түсінетін боламыз. Бірінші тапсырмада гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап. Бірінші біздерде шаршы пішіндес қоршау. А тең 8 метр, периметр белгісіз. Периметрін табу үшін 4 дағы көбейтеміз. Яғни 4-ті 8-ге көбейтеміз, 32 метр. Периметр тең 32 метр. А гүлбағының периметрі 32 метрге тең. Келесі қоршаулардың периметрін табу үшін А мен бұны қосып 2-ге көбейтеміз. Екінші тапсырмада салыстыру. Өрнектерді орындап, оң жағы мен сол жағын бір-бірімен салыстыратын боламыз. Үшінші есепте өрнектердің мәнін табу. Мысалға 30-ды 3-ге көбейтеміз, 30-ды 30-ға көбейтеміз, 300-ді 3-ге көбейтеміз, 600-ді 200-ге бөлеміз деген өрнектердің мәнін табатын боламыз. Төртінші тапсырмадан көбейтуге және бөлуге кесте берілген. Сол бойынша өрнектердің мәнін табатын боламыз. Мысалға 23 пен 10-ның көбейтіндісі 230-ға тең, 10 мен 40-тың көбейтіндісі 400-ге, 9 пен бұл жерде 9 көбейткіш белгілі, екінші көбейткіш белгісіз, көбейтіндінің мәні 900-ге тең. Екінші көбейткішті табу үшін 900-ды 9-ға бөлеміз, яғни 100-ге тең. 20-ны 30-ға көбейтеміз, 600-ге тең. 4-ті 200-ге көбейтеміз, 700-ге тең. Осылай кестені шығаратын боламыз. Бесінші тапсырмада әр бағанда өрнектерді салыстыр. Бағандар қалай құрастырылғанын түсіндір. Және де есепте. 4-ті 10-ға өткенде 40 болады. 10-ды 4-ке өткенде 40 болады. Бұл жерде көбейткіштердің орнын ауыстырып тұр. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәнін істемейді, өзгермейді. 40-ты 10-ға бөлеміз, 4-ке тең. 40-ты 4-ке бөлеміз, 10-ға тең. Тап осылай келесі бағандарды да шығаратын боламыз. Алтыншы тапсырмада салыстыруға берілген есептер. Мысалға 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700-ге тең, 600 мен 90-ның қосындысы 690-ға тең. Сонда 7 мен 100-дің көбейтіндісі артық, 600 мен 90-ның қосындысынан. Келесі 1000 мен 10-ның бөлінісі кем, 10 мен 20-ның көбейтіндісінен. 30 мен 2-ның көбейтіндісі артық, 360 пен 60-ның бөлінісінен. 444 пен 9-ның қосындысы кем, 450 мен 30-ның қосындысынан. Келесі 7-ші есепте шартты есеп берілген. Шартты есепті сұрағын тауып, шешуімен жауабын жазамыз. Мысалы, біріншісінде бөлік 7, әр бөлігі 2 метр. Барлығы белгісіз метр. Шешуі 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14 метр. Жауабы қоршаудың ұзындығы 14 метрге тең. Келесі қоршаудың ұзындығы 12 метрге тең. Үшіншісінде қоршаудың ұзындығы да 12 метрге тең. Әсінде тап осылай шығаратын